Сәлем алейкум баршаға. Кино кеңес арнасы тағы да байланыста. Алдымен каналымызды жоғалтпау үшін тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетуді ұмытпауларыңызды сұраймын. Бүгін біз өткен жолы шолу жасаған коллекционер фильмінің жалғасы жайлы айтамыз. Фильм соңғы сәтіне дейін интригада ұстайды. Бірінші бөліміне қарағанда әлде қайда қызығырақ. Коллекционер мен Аркинді жаңа қырынан тани аламыз. Сонымен қатар фильмде екеуінен басқа бәрі жаңа кейіпкерлер. Себебі ескі кейіпкерлердің барлығы өткен бөлімде өліп қалған. В общем, көп созбай обзорды бастайын. Коллекционер 2. Фильмнің алғашқы әрекеті көлік ішінде келе жатқан қыз бен әкесінің әңгімесінен басталады. Әкесінің сөзінен анасының қайтыс болғанын түсінеміз. Я всегда буду рядом. Я обещаю. Кейінгі кадрда құлағы жақсы естімейтін қыз жігітімен сөйлесіп отырады. Бұл қыздың есімі Елена. Оның жігіті бүгін кездесуге шыға алмайтынын айтады. Қыз кішкене қамығып қалады, алайда құрбысы Мисси қоңырау шалып, дискотекаға алып кетпек болады. Ол теледидардағы маньяк жайлы айтылып жатқан жаңалықтарға қарамай, көшеге шығып кетеді. Их семьи ждут реакции властей. Елена достарымен жасырын диско-клубқа барады, парольді айтып ішке кіреді. Сосын барлығымыз сияқты керемет өлеңге көңіл көтеріп билей бастайды. Елена билеп жүріп жігітін басқа қызбен көріп қалады. Жігіттің мұрнын бет қылып, Елена оңашаға шығуға кетіп қалады. Ол мұңайып, жылап әжетханаға барады. Онда белгісіз қызыл жәшік тұрады. Атылған жебе диско-клубтағы комбайнды іске қосады. Ол билеп жатқандарды бидай сияқты орып кетеді. Би алаңында ешкім тірі қалмайды. Сосын коридорда жүрген қыз жігіттер де тұзаққа түсе бастайды. Ал Еленаның құрбысы лифтке қамалады. Мисси Еленаның көз алдында басқа адамдармен бірге мыжылып өледі. Қорқып кеткен Елена әжетханаға жүгіреді. Онда Аркин босанып шыққан екен. Коллекционер қызды алып қалады. Ал Аркин қашып үлгереді. Кейінгі кадрда ауруханаға түскен Аркинді көреміз. Дәрігерлер оған көмектеседі, ал полицейлер оның қолына кісен салады. Аркин талып қалады. Оянғанда жанында отырған әйелін көреді. Сонымен қатар үстел үстіндегі гүлді байқайды. Оны әйел емес, коллекционер жіберген екен. Это для коллекции. Поправляйся. Жду встречи с твоей семьей. Әйелін ешкім білмейтін жерге жібергеннен кейін Лучелло атты жалдамалы әскери келеді. Оны ұрланған Еленаның бай әкесі жалдаған еді. Ол қызды табу үшін Аркиннен көмек сұрайды. Я думаю, ты поможешь мне в моих поисках. Бұл уақытта Елена қызыл жәшіктің ішінде отырады. Ол бір еркектің азапталып жатқанының куәсі болады. Лучелло уже Аркинді алып команда жинап алған. Аркин коллекционердің үйін көрсетіп, ары қарай бармауды айтады. Аркин қолындағы пышақпен тілінген жаралар арқылы үйді тауып барады. Налево. Стоп. Бұл уақытта Елена іш киімінің жібі арқылы жәшіктен босап шығады. Ол өзі тұрған бөлме ішінде тағы бір жәшікті көреді. Онда сол кезде коллекционер есікті ашып кеп қалады. Жәшіктің ашық тұрғанын көреді. Елена тығылып қалған. Коллекционер босатқан өрмекшілер Еленаны тауып үстінде өрмелеп жүреді. Алайда Аркин ашқан есіктен сигнализация қосылып, коллекционер сонда кетіп қалады. Хорошо, что ты нас ведешь. Ал Лучелло уәдесінде тұрмай Аркинге бізбен бірге барасын дейді. Ешқандай амалы жоқ, Аркин келіседі. Коллекционер оларды камера арқылы бақылап отырады. Коллекционер ішке кірген сарбаздардың бірін өлтіреді, ал қалғандарына белгісіз тіршілік иесі шабуыл жасайды. Ол адам болып шығады. Коллекционер бұл адамдарға көп мөлшерде наркотик бергендіктен олар зомбиге айналып кеткен. Сарбаздар тағы да сондай бір топ зомбилердің шабуылына ұшырайды. Бұл кезде Елена вентиляция құбыры арқылы шығатын жол іздеп жүреді. Бөлмелердің бірінде жәшікті көреді. Оны ашқан кезде ішінен тағы бір қыз шығады. Оның есімі Эбби еді. Елена әбден шошып қалған қызға бірге қашайық дейді. Нет, нельзя уходить.
Мы выйдем отсюда. Осы кезде қызды іздеп жүрген сарбаздарға бір жігіт жолығады. Ол сарбаздардан жылап көмек сұрайды. Оның мойнында бомба бар болып шығады. Ол жарылғаннан кейін сарбаздардың біріне найза қадалады. Ал Аркин осы сәтті пайдаланып қашып кетеді. Ол жарық бір өшіп, бір жанып тұрған бөлмеге тап болады. Аркин артында тұрған коллекционерді байқап, тығылып қалады. Аркин, сіз бен біз ойлағаннан әлде қайда ақылды. Мұналды көретін боласыздар. Бұл кезде Елена мен Эбби шығатын жол іздеп жүр. Эбби Еленаның құлағындағы аппаратты көріп, сен қаша алмайсың, сен мүгедексің деп шулай бастайды. Шуды коллекционер естіп, кеп қалады. Елена жалғыз өзі қашады, ал коллекционер артынан қуады. Қыз төбедегі құбырдың үстіне тығылады. Коллекционер оны тауып алуына сәл қалады. Бұл кезде Аркин шығатын жол іздеп жүреді. Ол жолынан шыққан тұзақтардан аман сау шығады. Сосын Аркин әртүрлі эксперименттер жасалған адамдардың көрмесі тұрған бөлмеге тап болады. Бөлмеде шегемен қағылған қызды көреді, алайда көмектесе алмайды. Себебі коллекционер келіп, қызды бауыздап өлтіреді. Сосын Елена бөлмелердің бірінде терезені көреді. Терезеден көшеде тұрған адамдарды көреді. Қыз айғайлағанымен адамдар оны естімейді. Бұл кезде сарбаздар Аркинді тауып есінен тандырады. Сол кезде коллекционер сарбаздарға шабуыл жасап, біртіндеп өлтіре бастайды. Аркин мен Лючелло және Елена ғана тірі қалады. А жоқ, Эбби де бар екен. Я обещал ее. Эбби жігіттерді ертіп қызды табуға көмектесем дейді. Олар басқа сарбаз қыздың қиналып жатқанын естиді. Ол да тірі болып шығады. Коллекционер оны қинап жатқан еді. Азапталып жатқан қыздың дауысын естіп, Елена да сонда қарай жүреді. Сарбаз қызды Елена табады. Нет, разверни! Сейчас делаю. Сейчас, подожди. Қызды таптым деп ойлаған Лучелло есе тұзаққа түседі. Ол тірі қалды. Енді барлығының басы қосылды. Аркин полицейлердің назарын аудару үшін көшеде тұрған адамды атады. Полицейлер келеді. Өздері қай жерде екенін білдіру үшін тағы да тапаншамен оқ атады. Енді полицейлер ғимаратқа кіруі анық. Осталось дождаться, когда полицейские начнут штурм. Должно получиться. Алайда Эбби коллекционердің адамы болып шығады. Сөйтіп коллекционерді шақырып айғайлай бастайды. Алайда Заткни свою пасть! коллекционер екі итімен бөлмеге кіріп келеді. Эббидің өлгенін көреді. Жынданған ол Еленаны өзімен алып кетеді. Артынан барайын десе Лучелло тұзаққа түскен. Егер ол қолын шегеден суырса, өледі. Спаси Елену. Еленаны құтқаруға Аркин мен сарбаз қыз кетеді. Еленаны табады, бірақ бұл да тұзақ еді. Темір тордың ішінде қалған олар не істерін білмей қалады. Олардың жанында бензинге тола бочка тұрады. Коллекционер оны өртемекші болады. Тірі қалуға шанс өте аз. Темір тордың есігін ашу үшін Аркин өзінің қолын сындырады. Жоспар іс беріп сыртқа шығады. Бұл кезде жауыз адам барлық жерге бензин құйып өртеп жатыр еді. Екі қыз бен Аркиннің қашуына сәл-ақ қалды. Алайда коллекционер келіп оларды жайратып салады. Аркинді өлтірейін деп жатқанда Лучелло келіп қалады. Ол өзінің орнына итті қойып кеткен еді. Лучелло мен жауыздың арасындағы төбелестен кейін Лучелло бәрібір өледі. Ал Аркин коллекционерді жаралап, оны өртеніп жатқан жертөлеге тастап жібереді. Бірақ соңында көресіздер оның тірі или тірі емес екенін. Есік құлтаулы, ал Аркин оттың арасында қалды. Оған Елена су тұрған ыдыстарды сындыру арқылы көмектеседі. Полицейлер есе есікті бұзып, Аркин мен Еленаны құтқарады. Қыз әкесімен қауышады, ал Аркин коллекционердің шешілген маскасын тауып алады. Кейінгі кадрда белгісіз адамды көреміз. Оның бетін бізге көрсетпейді.
Ол үй ішінде жүріп жалғыз емес екенін сезеді. Ол бөлмелерді аралап жүргенде қызыл жәшікті көреді. Все эти насекомые в итоге тебя выдали. Коллекционердің жүзін көрген тек Аркин ғана. Аркин жауыз адамды тауып барған екен. Енді Аркин коллекционердің өзін тұтқынға алады. Сөйтіп фильм бітеді. Соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет.